Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді корейский салат дайындаймыз. Ең алдымен капустамызды видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде мен капустаның, кішірек капустаның жартысын пайдаландым. Көз мөлшерімен алсаңыздар болады. Содан соң 2 қиярды ұсақтап турап аламыз. Артынша 2 кішірек пияз және де 2-3 зубчик чесногымызды ұсақтап турап капустамызға қосамыз. Содан соң бізде қызыл тәтті бұрышымызды ұсақтап тураймыз видеодағыдай. Бір сәбізімізді терканың ұзынша етіп өткізіп, укробымызды ұсақтап турап, барлығын үлкен ыдысымызға салып, үстінен бізде қызыл және қара бұрыш татымына қарай, содан соң қызыл паприка, 1 ас қасық уксус, 2 ас қасық қант және де 2 ас қасық тұзымызды қосып араластырамыз. Осымен біздің салат